достар, бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай, дәмі де ерекше болып шығатын пияз нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды, ашытқымызды және сұйық майымызды қосып араластырамыз. Ұнымызды ситодан өткізе отырып қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, июі қану үшін қамырымызды жылы орынға 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды ортасынан теңдей етіп екі бөлікке бөлеміз. Жазық жерге қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Еріген сары майымызды осылай щетканың көмегімен қамырымызға жағып шығамыз. Алдын ала ұсақтап турап дайындап қойған пиязымызға татымына қарай тұз бұрышты қосып, жайылған нанымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Жайылған нанымызға пиязымызды осылай біркелкі етіп жайып шығамыз. Үстіне қалауыңызша көк пияз қоссаңыздар да болады, ал мен укроп қостым. Қамырымызды бір шетінен бастап осылай орап шығатын боламыз. Дөңгелектеп ораймыз. Және осылай үстінен қолымызбен басып, нанымызды жаятын боламыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, әсемдік үшін кунжут сепсеңіздер де болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста пісіретін боламыз. Ал мінекей достар, біздің пияз нанымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады.